Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді жаппасай дайындайтын боламын. Алдымен майдалап туралған етімізді майға қуырып, оның үстіне тәтті бұрыш және жуа мен сәбізімізді салып, оның үстіне картопымызды саласыздар. Бәрін майдалап туралған болу керек. Оның үстіне тұз сеп дәміне қарай жақсылап араластырасыздар және су құйып, осылай беті батып тұру керек. Бетін жауып қойып қоясыздар. Оған дейін біз тестісін дайындай береміз. Ұнымызға кішкене тұз сеуіп, жұмыртқа және су қосып, қамырын дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді оны оқтауменен осылай жайып шығасыздар. Бешбармаққа жайған секілді дәл солай жұқалап жайып шығасыздар да, оның үстіне сұйық май жағып шығамыз. Түгелдей жағып болдық. Енді оны оқтаумен осылай орап, пышақпен кесетін боламыз. Осылай төрт бүріштетіп кесіп шығасыздар. Енді банағы қайнап жатқан етіміздің үстіне осылай қойып шығасыздар. Бетін жауып тұру керек. Тестіміз біткенше осылай жаба бересіздер. Әбден бәрін бетін жауып болғаннан кейін орташа отта 30 минут пісіретін боламыз. Қамырымыз пісті. Осылай бір-бірлеп алып, шеттеріне қойып шығасыздар. Енді ортасына банағы етіміз бен көкөністерімізді осылай ортасына құйып шықсаңыздар болады. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Қолдарыңызбен осылай шымшып алып жей берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, аз болсын.